Құрметті YouTube көрермендер, сіздермен бірге социал шебері Дана. Бүгін біз төрттіктер туралы айтамыз, яғни 4-і, 13-і, 22-сі және де 31 күні туғандар, яғни саны төрттіктер деп аталады. Осы кісілер жайлы айтамыз. Менің өзім төрттікпін және де миссиямда 4-те 4-пін. Сондықтан сіздерге бүгін төрттіктер туралы толық ақпаратты бере аламын деген ойдамын. Эго векторы әрдайым ізденуге және де мақсатқа бағытталған. Бастарында енді мақсат деген өте көп, әрдайым мақсат қойып жүреді және де бірнеше мақсаттарды қойып, сол мақсаттарға жетуге әрекет жасап, әрдайым ізденіп жүретін адамдар. Төрттіктердің жан дауасы әрдайым креатив арқылы жұмыс жасайды. 100% интуициялары бар адамдар. Төрттіктердің өмірінде көптеген мистикалық оқиғалар болып жатады. Аяқ астынан ақша келіп, немесе аяқ астынан бір керемет үй алып жатуы мүмкін, немесе машина алып жатуы мүмкін деген сияқты бір керемет мистикалық жағдайлар болып жатады. Немесе бұл адам плюста жүрсе, әрине осындай жақсы мистикалық жағдайлар болып жатады өмірінде. Ал егер ол адам жаңағыдай минус жағдайында жүретін болса, көңілі толмаушылықта жүретін болса, онда мистикалық жоғалтулар болады. Яғни мистикалық жағдай мен ақшасын жоғалтуы мүмкін деген сияқты басқа да жағдайлар болуы мүмкін. Сондықтан да төрттіктерге әрдайым позитивта жүру керек. Жалпы төрттіктердің бойларында көңіл толмаушылық бар. Яғни неудовлетворенность, көңіл толмаушылық. Барлық жағдайы жақсы болып тұрса да, бір нәрсеге көңілі толмай тұрады. Себебі бұл төрттіктердің энергиясы мойынға дейін ғана. Басында толған энергия, денесінде энергиясы жоқ. Тек қана басында энергиясы бар, және қолында, және де аяқтарында ғана бар. Сондықтан да басында энергия көп болғандықтан бұл кісілерде мақсат көп, және де төрттіктер минус жағдайында көбінесе апатия болады бұл кісілерде. Апатия болған кезде қалай болады? Апатия болған кезде жатып қалады, түк істемейді, телесериалдарды көріп жатуы мүмкін, жұмыс жасамайды, мүлде жатады. Осылай көңіл толмаушылықтары апатияға айналады. Сондықтан да төрттіктерге көбінесе жаратушыдан келген міндет әрдайым күліп жүру. Төрттіктерге күлу оңай нәрсе емес. Сондықтан да төрттіктерге қуану, өмірге қуанудың өзі қиындау болып келеді. Төрттіктерде эмоция жоқ. Мысалға, қатты вау деп қуана алмайды, күле алмайды. Оның бәрі қиын төрттіктер үшін. Сондықтан да жаратушыдан келген міндет төрттіктерге ол әрдайым қуанып жүру, әрдайым позитивта жүру, позитивті техникаларды үйрену, және де анализ жасау. Яғни төрттіктерде талдау жоқ. Сондықтан да анализ жасап үйрену керек. Төрттіктер бір істі жасаудың алдында міндетті түрде талдау керек. Бұл маған қажет пе? Бұны жасағаным дұрыс па деген секілді алдымен талдау арқылы барып жасау керек. Және де бір істі мақсаттар өте көп, сондықтан мақсатты кішкене азайту керек. Немесе сол мақсаттың ішіндегі бір приоритетін, яғни соның ішіндегі бір нақты қажетті мақсатты ғана жасау керек. Себебі мақсат қуам деп жүріп, әртүрлі мақсаттардың артынан қуам деп жүріп, төрттік сол мақсатына жетпеуі мүмкін, аяғына дейін жеткізбеуі мүмкін. Өйткені мақсаты өте көп, миы шашырап кетеді. Сол әр мақсатқа жүгірем деп шаршайды. Сондықтан да белгілі бір мақсатты таңдап, сол мақсатты аяғына дейін жеткізіп барып, келесі мақсатты жасаса, сол дұрыс болады. Төрттіктердің физикалық денесі осы жерде болса, бірақ бастары космоста деп айтады. Себебі бұл кісілер өздерінің қиял әлемінде өмір сүреді, және де бұл төрттіктердің бойларында энергиясы жоқ. Сондықтан да бұл кісілер физикалық өте мықты адамдар, яғни шаршамайды, физикалық жұмыстарды жасайды, бірақ өздерінің шаршағандарын білмейтін адамдар. Төрттіктер үшін адалдық өте маңызды нәрсе. Төрттіктер адалдық үшін және де шындық үшін күресушілер. Әрдайым бұл кісілерге барлығы шын болу керек, шынайы болу керек. Шынайы болмаса күресіп кетеді. Неге сен менімен адал емессің, сен неге менімен шынайы емессің деп күреске түседі. Бұл кісілердің моралі осы жерде жатыр. Әр сана-санның өзінің моралі бар ғой, өзінің жаңағыдай адамдарды бөлуі бар. Төрттіктер жалпы адамдарды честный, нечестный деп бөледі. Яғни адал емес деп бөледі, шынайы емес деп бөледі. Бұл өмірде шынайылық, бұл өмірде адалдық жоқ.
бұның барлығы иллюзия, соны түсіну керек та. Төрттіктер жалпы беру үшін келген жандар. Қолындағы барлығын бергісі келіп тұрады. Солай біреуге берсе, соңғы кезде жаны рахаттанады. Сонымен қатар төрттіктер үздік шешендер, бұл кісілер сөйлеген кезде сұр тұман түседі. Жалпы төрттіктер материалдық әлемді түсінбегендіктен әрдайым бір нәрсені іздеумен болады. Жаңа мақсат пен жаңа іс-қимылдан рахаттанады. Және де жаңашыл адамдар, бір жаңа нәрсе шығатын болса, жаңа бизнес, немесе жаңа жұмыс болса, соған рахаттанады. Жаңашыл адамдар, яғни новатор адамдар. Төрттіктерге ең бастысы мақсатын дұрыс табу керек. Өйткені олар үшін мақсат ақшадан да қымбатырақ. Төрттіктер жақсы публицист, фантастиканы жақсы көреді. Креативті көзқараспен өзінің жан қалауын осы фото түсірілім, видео түсірілімде көрсете алады және де жасай алады. Жалпы бұл кісілер плюс жағдайында жаңашылдық, жаңғыртушылық және де әділдік үшін күреседі плюс кезінде. Ал енді минус жағдайында бұл кісілерде апатия, қанағаттанбаушылық, күйреу, селқостық бар. Ал енді біздің осы көрермендердің арасында төрттіктер болса, комментарийға жазып кетіңіздер, және де сіз именно қай күні туған төрттіксіз? 4-і күні туған ба, 13-і күні туған, 22-сі немесе 31-і күні туған төрттіксіз бе? Және де сізде осындай қасиеттер бар ма, сәйкестік бар ма? Сол туралы комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше, келесі видео бізде бестіктер жайлы болмақ, және де келесі видеода бізде студиямызға қонақ келеді. Және де бестікті біз толығырақ сол жерде ашып айтатын боламыз. Сондықтан да каналға тіркеліп, лайк басып, подписаться кнопкасын басып кетіңіздер.